Ауыз ашарға арналған осындай керемет жиынтықтың жасалу жолын бүгін сіздерге көрсететін боламын. Менің видеомның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Осы набордың шаблонын тегін көшіріп алғыңыз келсе, менің каналыма міндетті түрде тіркелу керексіз. Описанияда телеграм-каналымның ссылкасын қалдырамын, сол жерден көшіріп шығарып алсаңыз болады. Бұл наборды жасау үшін бірінші шаблондарды распечатка жасап аламыз. Пакетті шығару үшін 230 граммдық фотобумага сатып аламыз. Оған 2 штук кетеді. Қажетті заттарды ракол, степлер, қайшы, двухсторонний скотч, финикит салуға арналған пакет және лента қажет болады. Ең бірінші пакетке арналған шаблонды алып, жанындағы сызықтар бойынша әдемілеп қырқышамыз. Ауыз ашуға арналған дұғалары бар открытканы бір-біреуден қырып шығамыз. Құрманың жоғары жағына, яғни пакеттің жоғары жағына осы шапканы кесіп алып жабыстыратын боламыз. Бұл жерде 10 сантиметрлік, егер сіздер 20 сантиметрлік пакет алып қойсаңыз, онда ұзыннан біреуін қырып жабыстырсаңыз болады. Енді пакеттің шаблонын қырқып алғаннан кейін, мына сызықтар бойынша бүктеп шығамыз. Екіншісіне де солай бүктеп аламыз. Әдемілеп бүктеп шыққаннан кейін, екі қағазды бір-біріне двухсторонний скотчпен біріктіріп жабыстырамыз. Екі қағазды алып, двухсторонний скотчты тура осы дәл видеодағыдай жабыстырып, екі қағазды бір-біріне біріктіріп жабыстырып шығамыз. Двухсторонний скотчтың шеттері шығып кетіп жатса, осы видеодағыдай қолыңызбен ішке қарай майыстырып жабыстырсаңыз болады. Олай істемесеңіз, ол жабыстырып болғаннан кейін жаңа неше түрлі нәрселер жабысып, қап-қара болып жаман көрініп тұруы мүмкін. Екінші жағына да дәл осылай двухсторонний скотчты жабыстырамыз. Осылай пакетіміздің екінші жағын бір-біріне біріктіреміз. Енді жабыстырып болғаннан кейін төменгі жағын, яғни пакеттің астыңғы жағын әдемілеп біріктіріп, бүктеп, ол жақты да двухсторонний скотчпен жабыстырып тастаймыз. Енді пакеттің жоғары жағындағы жақтаулардың ішіне двухсторонний скотчты жабыстырып, ішке қарай бүктеп, төрт жағында жабыстырып тастаймыз. Барлығы жабыстырып болғаннан кейін пакетіміздің екі жағын лента өткізу үшін кесу керекпіз. Оған біз дыраколды қолданамыз. Дыраколмен екі жағында пакетті кесіп шығамыз. Лентамызды дайындаймыз. Екі жағына да лентаны өлшеп кесіп аламыз. 20-25 сантиметр қылып кесіп алсаңыз болады. Өткізіп, оны ішіне қарай екі рет түйнектейміз. Екінші жағында дәл осылай байлап шығамыз. Міне осымен пакетіміз дайын болды. Енді қалған бөліктерін жасап шығамыз. Дұға жазылған открытканы дайындаймыз. Осы шаблоннан біреуін кесіп аламыз. Және открытканың ішкі жағын, яғни дұға жазылған жақты қиып аламыз. Және оны бір-біріне біріктіріп жабыстырамыз. Ішкі жағы, открытканың дұға жазылған жағы, ол самоклеющий бумаға шығарылған. Оны жоғары жағынан бастап кішкене ғана ашып, бірінші бас жағын жабыстырып аламыз. Одан кейін қолымызбен тегістеп отырып, соңына дейін жабыстырып шығамыз. Абайлап жабыстырмасаңыз, ішіне ауа кіріп кетсе, мыжылып дұрыс жабыстырылмай қалуы мүмкін. Енді открытканың сыртқы жағында сызық бойынша бүктейміз. Открыткамыз дайын болды. Енді судың сыртына этикеткасын жабыстыратын боламыз. Мен 0,5 литрлік тассай сусын алдым. Сіздер басқа сусындар алсаңыздар болады. Біреуін қырқып алып, этикетканың тассайдың сыртына екі жағына двухсторонний скотч жабыстыру арқылы сыртына жабыстырып шығамыз. Суымыздың этикеткасы дайын болды. Енді құрманың жоғары жағына шапкасын жабыстыратын боламыз. Мен 10 сантиметрлік пакетке салдым құрманы. Сіздер өздеріңіз кез келген пакетті алып салсаңыздар болады.
Пакетке құрманы салып болғаннан кейін мына шапканың жоғарғы жағына степлермен жапсырсаңыз болады, немесе тоқстарына скотчпен жапсырсаңыз да болады. Осы видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Міне біздің керемет наборымыз дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесіде менің видеом шыққан кезде сіздерге хабарлама баратын болады. Менің YouTube каналыма тіркелген подписчиктеріме осы жасап жатқан набордың шаблонын тегін алуына болады. Ол үшін менің каналыма міндетті түрде тіркелу керексіз. Және описанияда жазылған Telegram каналдан көшіріп алып, шығарып, өзіңіздің таныстарыңызға сыйға тартсаңыз болады. Сау болыңыздар.